Дағы bir риваят бойынша сахабалардың бірі жамаат намазының алғашқы такбирінен кешігіп қалса, 3 күн бойы өзіне өзі көңіл айтшы. Егер жамаат намаздан толығыменен кешігіп қалса, 7 күн өзіне өзі көңіл айтшы екен. Сажда. Пайғамбары саллаллаху алейхи вассалам пендені Аллаға жақындатуда анын жашырын қылған саждаларынан өткен нәрсе жоқ деп айтқан. Дағы бір хадисте мындай деп айтылады. Мұсылман Аллаға сажда қылғанда, Алла Таала анын бір күнөсін кешірет жана аны бір даража жоғары көтерет. Айтуға қарағанда пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассалам бір адам келіп, «О Алла елчisi, Аллаға дуа қыл, мені сен шапаат қыла тұрғандардан қылсын жана бейіште саға қоңшы болышымды насип етсін» дегенде, Алла елчisi сен да көп сажда қылу менен маға жардамчы бол деді. Пенденің Аллаға ең жақын болған абалы саждадағы авалы деп айтылған. Алла Тааланың төмендегі сөзінің мааниси сажда қыл жақында. Алардың белгісі маңдайларындағы сажданың ези деген аяты туралы. Саждада жүздерінің жерге тиген бөлігі деп айтылады. Дағы біреулердің айтусы бойынша бұл қорыққандықтың нұры. Иштен сыртқа жүректен жүздерге шығып жарқырайды. Кейбіреулер қиямат күні дарат изи белгі қатары жарқыраған нұр деп айтышады. Мына ушул ақыр қайтылған сөз тура.